Бүгін біз пернетақтадан 2 санды енгізсек, олардың қосындысын есептеп беретін бағдарламаны мысалға ала отырып, ABC Pascal программалау жүйесінің құрылымымен танысамыз. Есеп шығару барысында бастапқы мәліметтер қайда және қалай енгізілетіндігіне талдау жасаймыз. Және келешекте бағдарлама құру барысында жиі кездесетін қателіктерден аулақ болуды үйренеміз. Сонымен, бағдарлама программ қызмет сөзінен басталады. Версиясында және ABC Pascal программалау жүйесінде бұл сөзді жазбай-ақ қоюға да болады. Бірақ біз программ деп жазып, оған ат берсек, ешқандай артықшылығы жоқ. Себебі, кейбір бағдарламалау ортасында жұмыс істесеңіздер, бұл сөзді жазуды талап етеді. Жалпы бағдарламаны не үшін жазамыз деген заңды сұрақ туады. Мысалы, маған күнделікті математикадан үйге 10-20 есеп шығару керек болсын. Онда мен күнделікті осы есептерді біртіндеп бірінші біреуін шығарып, оның шешуім керек. Екінші есепті оқып, оны шешуім керек. Үшіншісін оқып, оны шешуім керек. Төртіншісін оқып, оны шешуім керек. Бесіншісін оқып, оны шешуін дәптерге жазуым керек. Осындай бітпейтін, қайталана беретін есептерді шешу оңай болар ма еді? Бірақ мен осы есептерді шешу алгоритмін және қандай да бір бағдарламалау тілін білсем, онда мен үшін компьютер осындай бітпейтін, қайталана беретін есептерді шығарып берер еді. Мен оған тек қажетті мәліметтерді ғана беріп отырар едім. Яғни дұрыс жазылған бағдарлама көмегімен компьютер мен үшін осындай қиын жағдайлардан құтқарар еді. Міне сондықтан да программалау тілін білу өте қажет. Өйткені бұл біздің заманымыз. Бағдарламаның келесі бөлімінде біз программада кездесетін барлық мәліметтерді хабарлап және оларды сипаттауымыз керек. Егер біз айнымалыларды сипаттау бөлімінде олардың тізімін және типін көрсетпесек, онда бағдарлама бізге бұл не? Мен оны түсінбедім деген хабар берер еді. Сондықтан айнымалыларды сипаттау бөлімінде олардың тізімін жазып, типін көрсетуіміз керек. Егер бір типті айнымалылар бірнешеу болса, олардың арасына үтір қойып жазамыз. Соңынан қос нүкте қойып, типін көрсетеміз. Мысалы, бізде A, V, 2 сан, яғни оларды тізімін жазғаннан кейін қос нүкте қоямыз да, типін көрсетеміз. Типі бүтін типті, яғни integer деп жазамыз. Сипаттау бөлімін толық жазып алғаннан кейін бағдарламаны жазуға кірісеміз. Бағдарлама begin басы операторынан басталады. Егер бұл операторды begin емес, begun деп жазып қойсақ, мысалы, онда жоғарыдағыдай көк түспен жазылмайды. Яғни, оның қате екендігін бірден көре аламыз. Сондықтан кез келген операторды жазғанда қате жібермеу, оларды дұрыс жазуымыз керек. Енді бірден ұмытып кетпес үшін end сөзін жазып, нүкте қоюымыз керек. Міне біздің бағдарлама құрылымы дайын. Енді осы begin және end операторларының арасына бағдарламаны жазуымыз керек. Сонымен бізде 2 контейнер. Біз кез келген сандарды бірінші контейнерге
A айнымалысының мәндерін екінші контейнерге V айнымалысының мәндерін орналастыра аламыз. Ал бағдарлама бізден осы сандар, біз берген сандарды қосу әрекетін орындап, оларды басқа контейнерге орналастыру керек. Мына контейнердегі сандарды, екі контейнердегі сандарды бір-біріне қосып, оны басқа контейнерге орналастыру керек. Сонымен ең бірінші компьютер алдында отырған. Сонымен біріншіден бағдарлама компьютер алдында отырған адамға екі санды енгізіңіз деген сөзді шығару керек. Кез келген сөзді немесе айнымалы мәнін шығару операторы write. Мысалы, write жақшаның ішіне A деп жазатын болсақ, A айнымалысын экранда шығарады. Ал осы жақшаның ішіне тырнақша арқылы кез келген мәтінді жазатын болсақ, сол мәтінді экранда көре аламыз. Яғни write операторы жақша ішіндегі мәтінді экранға шығарады. Бұл сөзді компьютер алдында отырған адам A айнымалысына мән беру керек екендігін түсінеді де, оған мән береді. Осы A айнымалысына берілген мәнді оқу операторы read. Яғни пернетақтадан енгізілген айнымалы мәнін оқу операторы read деп аталады. Енді компьютерге екінші айнымалы мәнін, компьютер бізден екінші айнымалы мәнін сұрау керек. Ол үшін жоғарыдағы операторды алмасу буферіне көшіріп, келесі жолға қоямыз. Бұл жерде біз тек айнымалылардың атауларын ғана өзгертеміз. Write операторынан кейін экранға V айнымалысының мәнін енгізіңіз деген сөз шығады. Яғни компьютер алдында отырған адам V айнымалысына мән бергеннен кейін, мысалы A айнымалысына компьютер алдында отырған адам 5 деген мән берсін, A айнымалысына 5 деген мән берсін. Ал V айнымалысына 10 деген мән берсін. A айнымалысының мәнін оқитын read операторы 5 деген санды оқиды мына жерде. Ал V айнымалысына берілген 10 деген санды мына оператор оқиды мына жерде. Яғни біздегі екі контейнерде, бірінші контейнерде 5 деген сан, екінші контейнерде 10 деген сан бар. Енді бағдарлама компьютер алдында отырған адамға екі санның қосындысы деген сөзді шығару керек. Ол үшін мен шығару операторын пайдаланамын.
екі санның қосындысы тең деп жазсақ, экранда дәл осы сөз шығады. Енді екі санның қосындысын келесі жолға write a плюс v деп жазуға болады. Немесе мына жерде үтір қойып a плюс v деп те жазуға болады. Онда мына жолды өшіріп тастаймыз. Осы кезде бізде пернетақта арқылы a плюс v, a және a-ға берілген санымыз 5, v-ға 10 деген сандар беретін болсақ, экранда 15 деген санды көретін боламыз. Қане енді программаны іске қосып көрейік. Ол үшін мына пернені басамыз. A айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. A айнымалысына біз мысалы 5 деген сан берейік. Enter пернесін басақ. V айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. V айнымалысына біз 10 деген сан берейік. Enter пернесін басақ. Екі санның қосындысы 15 деген сөз шықты. Енді біз бағдарламаға мынадай өзгерістер енгізе аламыз. Біздің мысалымызда бағдарламаның нәтижесі шығару терезесінде емес, арнайы бөлек терезеде пайда болсын. Мысалы бізде мына жерде бағдарламамыз, ал оның нәтижесі шығару терезесінде пайда болды. Бағдарлама, оның нәтижесі мына жерде пайда болды. Ал бұлай емес, бізде бағдарлама бөлек терезеде пайда болсын. Ол үшін біз uses модулін қосамыз. Uses CRT модулін қосамыз. Бағдарламаның нәтижесі бөлек терезеде шығарылды. Яғни A айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. A айнымалысына 5 деген сан берейік. Enter пернесін басып, V айнымалысына 10 деген сан берейік. Enter пернесін басақ, екі санның қосындысы тең 15-ке дейді. Енді көріп отырғандарыңыздай бағдарлама нәтижесі жаңа терезеде, бөлек терезеде болды. Осымен сабағымыз бағдарлама жасауымыз аяқталды. Сонымен жоғарыда айтылғандарды толығымен тағы да бір пысықтап талдау жасайық. Программа, кез келген программа программ сөзінен басталады да, оның тақырыбы, аты жазылады. Одан кейін нүктелі үтірді ұмытпауымыз керек. Келесі, кез келген программада модуль қосуға болады. Uses CRT модулін қосқан кезде, бұл модуль арқылы біз бағдарлама нәтижесін жаңа терезеде көреміз. Келешекте біз бұл жерге графикалық модульді қосып, бағдарламалау тілі арқылы сурет салумен танысамыз. Келесі жолда біз бағдарламада пайдаланатын айнымалыларды сипаттаймыз. Ол var қызметші сөзі арқылы, командасы арқылы жүзеге асырылады. Айнымалыларды сипаттау бөлімінде біз барлық айнымалылардың тізімін жазып көрсетуіміз керек. Тізімін бірнеше айнымалылар болса, оларды үтірі арқылы, бір типті айнымалылар болса, оларды үтірі арқылы жазып, қос нүкте қойғаннан кейін олардың типін көрсетуіміз керек. Бұл бөлім айнымалыларды сипаттау бөлімі деп аталады, екінші бөлім. Айнымалыларды сипаттау бөлімі. Одан кейінгі бөлім, үшінші бөлім, программалық
Ең негізгі бөлімі денесі деп аталады. Бұл begin сөзінен басталып end операторынан аяқталады. Begin және end операторларының ортасында біздің программаның денесі орналасады. Енді мен мына жерде мынадай өзгерістер жасайын. Мысалы, мына жерде a плюс v емес s деп жазып, ал мына жерге с айнымалысына a плюс v өрнегінің мәні меншіктелінсін деп жазайық. Деп жазып, енді бір қарағанда барлығы дұрыс, нүктелі үтірік қойылды, синтаксистік жағынан барлығы дұрыс сияқты, программаны іске қосып көрелік. Ошибка. Неизвестный идентификатор с дейді. Яғни мен мына с деген идентификаторды білмеймін дейді. Ол неге? Өйткені ол біз айнымалыларды сипаттау бөлімінде с деген идентификатордың көрсеткен жоқпыз. С деп мына жерде көрсетуіміз керек болатын. Енді қайтадан іске қосатын болсақ, a айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. A айнымалысына 5 деген сан берейік. Сол кез келген 555 деген сан берейік. V айнымалысына 458 деген сан берейік. Enter пернесін басатын болсақ, екі санның қосындысы 1013 дейді. Мына жерге тағы да мынадай өзгерістер енгізейік. Қос нүкте тең екі санның қосындысы тең деген с деп берейік. Бағдарламаны іске қосуға жіберетін болсақ, кез келген санды 459 дейік. V айнымалысына 123 деген сан берейік. Enter пернесін басатын болсақ, екі санның қосындысы 582. Бұдан біз бағдарламаның дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын көреміз. Қазір біз мына есептерді шығаруды орындаймыз класста. Мына тапсырмаларды. Бірінші тапсырманы орындап көрейік. Квадраттың бір қабырғасы A берілген, оның P периметрін табу керек. Бұл бірінші тапсырма болсын. Келесі екінші тапсырмамыз. Квадраттың A бір жағы берілген, найти его площадь дейді. Яғни оның ауданын табу керек дейді. Табу керек. Бұл есепті де қазір шығарамыз сабақта. Келесі есеп. Үшінші. Данные стороны прямоугольника А и В дейді. Яғни тік бұрыштың А, В қабырғалары берілген. Найти его площадь, яғни ауданын табу керек, және периметрін табу керек. Есепті шығарып үйренеміз.